мен Шерзат Болатқа пышақ кірген мойныма алған кезде Нұрғанатқа пышақ салған өзіме ауыр болмасын деп сол кезде келіскен болатынбыз. Шыңғыс өзі алатын болған. Кейіннен Шыңғыс, Берғожаев Шыңғыс бас тартты. Содан кейін екеуін де өзін алды. Ал енді сіздің жауабыңызда былай айтылған. Мен басында қылмыстық жауаптылықтан қорқып, өз кінәмді мойындамас үшін Нұрғанатқа ғана пышақ сұғып алдым деп көрсеттім. Ал кейін өзімнің қате жасағанымды түсініп, өз істегенімді толық мойындау үшін Шерзатқа пышақ сұғып алғанымды мойындадым. Яғни шындығымды айттым. Ал Нұрғанатпен беттесу барысында оған да пышақ сұғып алдым, көрсете салдым. Бірақ мен оған пышақ сұққан жоқпын. Осылай айта салған себебім. Бәрібір мен адам өлтіруге қылмысым бойынша сотталып жатқандықтан барлық кінәні өз мойныма ала салайын деп ойым болды. Қазіргі уақытта маған қорғаушыларым тек шындықты айту керек екенін, өзімнің істегендерімді ғана дұрыс айту керек екендігін түсіндірген соң, мен шындығымды айтып отырмын. Яғни мен тек Шерзатқа бір мәрте пышақ сұғып алдым. Осы соңғы жауабым деп айтқансыз. Бұл жауабыңызға не айтасыз? Я соңында сөйтіп жауап бердім, мен құрастырып өз ойымнан. Осылай айтам деп сол кездегі жауабым ғой. Одан кейіннен ойландым. Көп ойландым. Құрметті сот, бұны мен істеген жоқпын, Шерзат Болатқа мен пышақ салған жоқ. Мен Айпаев Нұрғанатқа салдым нақты. Оны өзім білем салғанымды.